5 ақпан дүниежүзілік сайлау күні. Ал өскемен жастары сайлау жайлы не білет? Кто может участвовать в выборах? Те граждане, достигшие совершеннолетия. Правильно. Считаете ли вы участие в выборах гражданским долгом каждого человека? Да, конечно, мой обязанность. Точно. Спасибо. Как вы думаете, важно ли мнение молодежи на выборах? Думаю, да. Өзіңіз сайлауға қатыстыңыз ба, соңғы сайлауға? Иә. Жалпы елімізде сайлаудың жастар үшін, жастардың ойының сайлауда қаншалықты маңызы бар? Маңызы зор деп ойлаймын, өйткені біз Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет болғандықтан, әр азамат өзінің жеке ойын сайлау арқылы білдіру міндетті деп есептеймін. Елімізде референдум қашан өтті? Алғашқы референдум 1995 жылы 29 сәуір. Жақсы, дұрыс. Рахмет сізге. Мынау сізге. Как вы думаете, важно ли мнение молодежи на выборах? Мнение всех граждан, молодежи в том числе. У вас чем ассоциируется слово «выборы»? Выборы, то есть с решением, в принципе, в государстве, потому что это мое мнение, которое что-либо решает, может решить. Өзіңіз соңғы сайлауда дауыс бердіңіз бе? Иә, дауыс бердім. Жалпы еліміздегі алғашқы референдум қашан өтті? 95 жылы 29 сәуірде. Жалпы сіздің ойыңызша жастардың дауысы сайлауда қаншалықты маңызды? Әрбір азаматтың Қазақстан халқында тұратын дауысы маңызды деп ойлаймын, өйткені болашақта болатын Қазақстанның болашағын шешетін ең маңызды нәрсе болып келеді. Мынау сізге? Сайлауға қатысу әр азаматтың отан алдындағы борышы ма? Иә, әрине, сайлау ол біздің мемлекеттің алдында борышымыз деп ойлаймын. Бәріміз қатысуға тиістіміз. Бұрын соңды өзіңіз қатысып көрдіңіз бе? Иә, қатысып дауыс берген. Сайлау сіз үшін не? Сайлау мен үшін бұл халықтың болашағына бір кірпіш десем де болады шығар. Жақсы, мынау сізге? Рахмет.